Біз естігіміз келген нәрсені естиміз. Мен көше сыпыратын адам сияқты бұнда. Маскілердің барлығы ұшқан кезде жан-жаққа көп адамның көңілінде қалды. 60% жағымсыз кейіпкер. Іштік те, шектік те, жас болдық, мас болдық. Ол как минимум. Бүгін бір керемет бір майка киіп келіп едім. Осы майканы көрсете салайыншы мен. Комада жатқан кезде не көрдің? Көрген нәрсем көп. Қазір іштік деген сөзді алып тастап, тек қана шектік деп тек қана қалды өмірімізде. Денсаулығы бар ма? Ішсін. Шөп шеккісі келе ма? Шөп шексін. Бағдарламаны көрер алдында Жеңіс шоу YouTube каналына қосылыңыздар. Демеушісі емдеу сауықтыру кешені Оқжетпес Алматы филиалы. Сәлем достар, бүгін менде қонақта ерекше қонақ. Өзі әрдайым өнер адамдарынан жалпы кісілерден қанын ішіп тұрып, сұрамайтын сұрақты сұрап, сұхбат алатын Мұхит Сапарбай, бірақ өзі еш уақытта ешкімге әңгіме айтпайтын Мұхит Сапарбай. Ешкімге интервью бермейтін. Иә, интервью бермейтін, иә. Бүгін енді екеуміздің жұмыс орнымыз ауысып отыр. Бұл да қызық болады деп ойлаймын. Мұхит, жалпы мен саған ризамын. Сенің әрбір әңгімеңе, сенің жаңалықтарыңа. Мен соңғы кезде байқап жүргенім, сенде Media Life деген мектеп бар. Бұл мектеп қандай мектеп? Және бұл кімдер үшін жасалып отқан мектеп? Media Life деген орталық осыдан 2 жыл бұрын шамасында ашылған болатын. Ол жердегі басты мақсат арман сыйлау және армандаған адамдарға өздерін сынап көру. Бүгінгі таңда ұлы мен қызы өссе, үлкен адамдар айтатын болды. Әнші бол, Төреғали сияқты әнші бол, Қайрат Нұртас сияқты әнші бол, Ерке Есмахан сияқты әнші бол. Бірақ бізде ешкім мемлекет басқарғысы келмейді, ешкім ауылда мұғалім болғысы келмейді, ешкім бізде инженер болғысы келмейді, ешкім бізде ғалым болғысы келмейді. Сондықтан бұл жоба, Media Life жобасы жастарға өздерін тележүргізуші, өздерін журналист ретінде сынап көру мақсатында ашқан болатынбыз. Сол мүмкіндікті береміз. Біздің түлектердің барлығы керемет нөмірі 1-ші жүргізуші немесе отандық арналардың барлық шоқ жұлдыздары болып жүрген жоқ. Жай ғана өздерін сынап көру, сөйлеу мәнерін дамыту, қаншалықты дұрыс сөйлеу керек, қаншалықты тойға барғанда қысылмай сөз айту керек, немесе басқа бір қоғамдық жерлерде. Бұны орысша ораторское искусство деп айтады, жалпы өте жақсы ой екен. Бірақ енді мен саған кішкене не айтып жіберейін, подсказка дейді ғой. Бұдан былай журналист емес, тағы да басқа маман иесі болсын деген насихат. Мысалы, мен өзім ойлаймын, расында да жаңағы бәрі әртіс болса екен деп тұрады балаларын. Сондықтан да мен айтар едім, неге сен дәрігердің жұлдызы болмасқа, журналистің жұлдызы болмасқа, ұстаздың жұлдызы болмасқа, тіпті әрбір мамандықтың шебері болу деген ол балаға кішкентай кезінен жаңағы үйрету ғой. Сондықтан да осы мектебің ішіне кіргізіп жіберсең жақсы болар еді. Мен саған айтқым келеді мына дүниені. Жас балаларды, кәмелетке толмаған балаларды біздің мектеп қабылдамайды. Барлық нәрсе өз уақытысында болу керек. Және де мына Шымкентте қазір ата-анасы қызын жетектеп тойға барып жүрген қыз жүр ғой қазір, интернеттің хиті, интернеттің жұлдызы. Мен қарсымын. Себебі психикасы дұрысталмаған бала, дамымаған баланы тойға алып барады. Ол тойда ішкен адамдар, ол қызға ақша беріп жатыр. Сонда бұл не? Кішкентай кезінде баланы бір қалай? Жаман нәрсені дәріптеп жатқан сияқтымызда біз. Бұл ата-аналардың үлкен күнәсі деп ойлаймын. Себебі әр нәрсе өз уақытысымен.
Бала кезінде балалық шақ болу керек. Әр нәрсе өз уақытысымен болған кезде ол дұрыс болатын сияқты. Дегенмен бала болашақ мамандығын мысалы үшін бала кезінен армандау керек қой. Біз білмей баяғыда мектепте оқып жүрген кезде кім болғым келеді, кім болам деген шығармалар жазатынбыз мысалы үшін да. Сондықтан да бала неге бейім, сол жаққа тәрбиелеп соған бетбұрыс жасау керек қой. Но әрине оны жетектеп тойды кезіп 2000 мың теңгеден алып оны алғанына мәз болған жоқ қой ешкім. Жоқ, ол сөзіңді құптаймын мен. Жалпы балаларды кәмелетке толған кезде кешігіп қалуымыз мүмкін, жаңағыдай талғамына, мысалға неге бейім соған бетбұрыс жасау керек. Мысалы, жаңа кішкентай баламыз үйде машинамен көп ойнаса, мүмкін ол болашақта бір жақсы механик болуы мүмкін. А бізде қазір механиктер де жоқ қой. Мысалы, көлігіңді көрсетесің. Көп мамандық жоқ. Сондықтан да сенің мектебіңе сол көп мамандықты насихаттаса екен деген ой ғой менде. Құдай қаласа енді бір болып жатар, қосылып жатар, кәсіби білім беретін бір деңгейге жетіп мүмкін университетте болып кетер. Сол осы сенің жаңағы Media Life мектебіңнің ішінде әрбір мамандықтың бір шеберін алып, өзіңмен бірге алып жүріп, олар да өз мамандығын насихаттаса, нұр үстіне нұр болар еді. Бұл менің саған берген идеямды ғой. Рахмет. Ал енді Мұхит, сен өзің қайда оқыдың? Менің білімім бүгінгі таңда, мен реалист адаммын. Мен экономика маманымын, мен қаражат санауды білемін, өзімнің қаражатын санауды білемін, және де ондай ұсыныстар түсіп жатсақ, жұрттың да қаражатын санап беремін. Себебі мамандығым осы. Өнер, шоу-бизнес, журналистикеге қатысты айтатын болсақ, осы салаға қатысты арнайы білім жоқ. Мен ойлаймын, бұл саламен айналысу үшін арнайы білімнің аса қажеті жоқ деп. Көп оқысаң болды дейсің ғой. Себебі бүгінгі таңда көп университеттер осы кәсіби журналистерді даярлап жатқан, кәсіби жүргізушілерді даярлап жатқан. Бізге келген студенттер, бітіріп келген адамдар еш нәрсені білмейтіндігін, және де олар бәсекелеске төзе алмайтындығы белгілі болып жатыр. Олар бір форматтан шыға алмай қалатын сияқты. Форматтан шыға алмайды, және де білім беріп отырған адамдардың өзі бірде бір күн өздері оқып келсін дейсің. Телевидениеда жұмыс істемеген адамдар. Ол кітап оқып, сабақ беру, ол бір бөлек дүние. Егерде шындалып жұмыс жасаған кезде, адамдармен кездескен кезде, мысалы, мусорный полигонда барып бомжарды түсірген кезде, немесе әкімшілікке барып бір ресми түрдегі шараны түсірген кезде, сен сияқты танымал әншілермен сұхбаттасқан кезде ол бір бөлек дүние. Оқу жүйесі бір бөлек, практика деп жатамыз. Практика мүлдем бір бөлек дүние. Сондықтан да қандай мамандық болмаса, америкалық мысалы қазіргі біздің арамза молдалар емес, сол психологияның барлығын дамытқан, солар бойынша үйренген, бүкіл әлем аузарына қарап отырған мысалы үлкен коуч мамандар америкалықтар айтады. Әр мамандықта 10 мың сағат жұмыс жасайтын болсан, сол мамандықты үйреніп кетуге болады дейді. Сондықтан әр адамның егерде ынтасы болса, үйренгісі келсе, адамның қолына көп нәрсе келеді деп ойлаймын. Ал енді осы сұхбат алып жүрген кездегі қандай бір бағдарламада бір өзіңе бір ұнамаған бір сұхбат болды ма? Бір шақырған қонағыңның не айтқан әңгімесі бір болады ғой, бір мына бүгінгі сұхбатым быт-шыт болды ғой деген бір есіңде қалған бір сұхбат болды ма? Көңілің толмайды, не сөзіне көңілің толмайды. Өнердегі әріптестерім және де мен бағдарламама келген адамдар ренжімей-ақ қойсын, мен үнемі көңілім толмайды. Өмірі көңіл толмайды. Олардың жауабына көңілің толмай ма, әлде өзіңнің оларды аша алмағаныңа көңілің? Бағдарламаға да көңілім толмайды, қойылған сұрағыма да көңілім толмайды, келген адамдарға да көңілім толмайды, дайын өнімге де көңілім толмайды. Мен монтаж кезінде қараймын ғой, кесемін, алып тастаймын, қосам деген сияқты дүние. Мысалы, ол адам шақыратын кезде көптеген жұмыстар жасалып жатады. Мысалы, қазір сен өзің түсініп жатырсың ғой. Производство деген дүниенің қалай жасалатындығы. Бұның барлығы еңбек, үлкен еңбек. Бірақ егерде мен өзіме үнемі айтамын, егерде менің бүгін
ерінім қалай боялған екен, немесе мынау үстіндегі дизайнердің киімі керемет, мен сондай өзіме ұнаймын деген жағдайға түсетін болсам, тоқырау болады, тоқтау болады. Мен ойлаймын, әлі қорытындылайтын, нүкте қоятын, анализ жасайтын уақыт келген жоқ деп. Сондықтан да үнемі асығыс жағдайда жүремін. Үнемі ізденіс үстінде жүремін. Үнемі тағы да не жасасам екен. Осы жұмысқа келген кезде бір тойымсыздық жағдайында жүремін. Сенің мына ойың, көңілің толмайды деген ойың. Бұл өте жақсы қасиет. Бұл нағыз кәсіби деңгейі жоғары адамның әңгімесі. Еш уақытта адам көңіл толмау керек. Баяғыда бір қызық болды, енді мен бұл әңгіме уақытта айтайын, бір концерт беріп, мен опера және балет театрында, Абай атындағы. Сол кезде жұрттың бәрі келіп, ой, керемет болды, күшті болды деп. Содан менің көңілім әлде де дұрыс болып толмай тұр. Бірдеңе жетіспей тұр. Қателіктерімді де өзім көріп тұрмын. Сол кезде марқұм өзіміздің ағамыз Құдайберген Сұлтанбаев аға келіп құттықтаған кезде мен айттым, Құдайберген аға, жасында жақсы ұнады ма сізге десем, әрине керемет болды, ана сондай бір жақсы әңгімелерін айттым. Аға, білмеймін, сіз мені жұбату үшін айтып тұрған шығарсыз, бірақ менің көңілім әлі мына жерде қалып қойды деді. Мына жерге де жеткен жоқ жасаған жұмысым. Сол ортан белде қалып қойған сияқты, жұмысым бір ортан қолды бір жартылай біткен сияқты деп едім. Ой, айналайын қарындасым, бұл нағыз профессионалдың әңгімесі деді. Мен де қаншама халықтың алдында жүріп, мен халық әртісімін деді. Әлі не ойнаған бір рөлім, не бір жасаған ісіме көңілім толған адам емес деді. Сондықтан да мен сол ағамның айтқан әңгімесін бүгін саған айтамын. Мен әрі қарай саған айтатыным, әрі қарай дами бер, өне бер, өсе бер. Енді былай қараймын саған. Сен жаңағы журналистердің арасындағы ең бір креативный жігітсің да, сән қой дейді қазақша айтқанда. Сен өзің осы үлгілеріңді, сән үлгілерін, киім үлгілерін өзің ойлап табасың ба, әлде сенімен жұмыс жасайтын стилист бар ма? Ол кім және атын айтуға бола ма оның? Атын айтуға болады. Бүгінгі таңда мен үшін ең бірінші дизайнер ол Леонид Жеребцов. Сол кісімен бірлесіп көптеген дүниелер жасалып жатыр, көптеген киім үлгілері жасалып жатыр. Бұл жылтырақ күртке киіп отырмын бүгін. Бүгін арнайы сенің бағдарламаңа келген үшін. Бүгін түсірілім болған үшін. Бүгін сен енді жұлдыз болып келіп отырсың ғой. Бүгін келіп отырғандықтан киіп келіп отырмын да. Ол дегеніміз мен өмірде болай жүреді деген сөз емес. Мен өмірдегі мен қалайтын стиль, ол қазір бомпер деген дүние бар ғой. Оверсайз дейді, қандай размер екені білінбейді, өзі үлкен, өзі жылы, өзі ыңғайлы. Безразмерный киімдер ғой. Сол киімді киіп аламын да, кроссовкиді киіп аламын да, көзілдірік міндетті түрде, ол бір сақтау құралының бірі, сақтану құралының бірі, себебі мен көзілдірік киіп отырсам, демек мен ешкіммен сөйлескім келмейді, ешкіммен әңгіме дүкен құрқым келмейді деген бір сөз. Барьер қойып қоясың, білдіртпей барьер қойып қоясың. Ол да бір қорғаныштың бірі шығар. Сондықтан да мен осы сұрақты қойдым. Мысалы, сен қазір осы түсірілімге келген кездегі киіміңде маған қатты ұнады. Мен де өзім сонда бір ерекше дүниелерді жақсы көремін, бір ерекше болып тұрғанда. Мүмкін ол да бір өнер адамның бойындағы бір қасиеттер болуы мүмкін. Сондықтан да сен жалпы журналистен бұрын сен өнер адамсың. Мен ойлаймын, сен журналист болмасаң, сен тіпті мүмкін дизайнер болып та кетуің. Өйткені айтады ғой, если адам, орысша мақал бар ғой, если человек талантлив, он талантлив во всем дейді. Сенің, мен неге жаңағы журналистердің арасындағы бөлек. Мысалы, сенің атыңды мысалы қарапайым халық журналист көп қой, әрине сұхбат алатын. Соның ішінде сенің атыңды есіне сақтамай қалса да, ана бір интересно киініп жүретін ана журналист бала бар ғой, сөзі де, сұрақтары да басқаша, киімі де басқаша. Осындай ұстанымың бар. Сен Мұхит Сапарбай болып, мысалы, туылған бойда осында ақылды данышпан бола қалған жоқсың. Осы өмірде сенің кумирің кім? Мысалы, мен осына көп нәрсе үйрендім дейтіндей. Мен бір әңгіме айтып берейін осы тұста. Баяғыда енді мен баяғы оңтүстік қазақстан облысы, қазір Түркістан облысы, Шымкент қаласының тумасымын ғой.
түріңе қарасаң тіпті Шымкенттің баласына ұқсамайсың. Иә, бәріміз Алматыға келдік, сырттай көреміз, білеміз, сені көреміз, мысалы, басқа әншілерді көреміз, актерларды көреміз. Сол кезде әр адамда өзінің бір образдары болады ғой. Осы образбен қабылдаса екен, шынайы теледидардан көрген адамдардың барлығы бір 100% шынайы деп айта алмаймын. Қазір. Ал кезінде мен де алдандым. Сен солай шынайы қылып көрдің бәрін. Себебі мен көрерменнің орнында отырдым ғой. Мысалы, қазір біз түсірілімнің ортасында отырмыз, біздің сыртымызда адамдар отыр. Сол адамдардың орнында отырып көрдім мен көп адамды. Ал араласып, танысып, сырласып, сөйлескен кезде, сұхбаттасып, сөйлескен кезде камерамен, камерасыз әртүрлі жағдайларда. Камерамен басқа адам? Иә. Камерасыз басқа, иә? Камерасыз маскілердің барлығы ұшқан кезде жан-жаққа көп адамның көңілінде қалды. Және де бүгінгі күннің бұл өзгеретін шығар енді. 5 жылда өзгеруі мүмкін, ертең өзгеруі мүмкін менің ойым. Бұл нақты мен соңғы ұстанымым деп айта алмаймын. Бірақ осы жылдың, осы 1-2 жылдың басты мен үшін ұстанымы ол адамдарды жақын танымау. Жақын танымау. Жақын танымау, жақын араласпау. Жоқ, енді сенің кумирің бар ма сол? Осындай мінезге, осындай көзқарасқа, осындай әдетке қалай келдің? Мысалы, мен сол сияқты болғым келеді деп, журналистика. Сол сияқты болғым келеді деп ойлаған жоқпын ешкім. Ешқандай кумир жоқ сенде? Тек қана бір мақсат болды. Танысам, білсем, осы адаммен менде интервью болады. Менде барлығы четко дейді ғой. Мен үшін бәрі четко болды. Ана біреулер картинканы көрмей жатады ғой. Мен картинканы четко көрдім. Өзімнің немен айналысатынды, қай қалада тұратынды, қалай тұратынды, қандай жұмыс жасайтынды барлығы. Адамдарға келген кезде бүгінгі басты мақсат, қайталап айтайын, жақын танымау, жақын араласпау, себебі әркімнің отаны бөлек, шаңырағы бөлек, әркімнің ішкі дүниесі бөлек, әркімнің тәрбиесі бөлек, әркімнің талғамы бөлек, табиғаты бөлек. Сондықтан мен көп нәрсені кейде адамдарды өзімен салыстырған екенмін. Не болмаса, кейбір адамға сен өте жоғары баға қойып бағалап қойған екенсің, иә? Сондықтан да жаңағы жақынды білгің келмейді. Жарайды, мына сұхбаттың айналасында жүрміз ғой, әңгімеміз, иә? Осы адамдардың жаңа айтып қалдың, камерамен бөлек адамдар, камерасыз бөлек. Камераның алдына келді, не салады, мысал үшін да, а камераның артында басқаша деп айттым. Енді осы алып жүрген сұхбаттардың ішіндегі бір ең жағымсыз кейіпкер болды ма? 60% жағымсыз кейіпкер. Анан қара. Иә. Сұхбат алған адамдарыңның 60% жағымсыз. Несімен жағымсыз сонда? Көлгірсігенімен ба? Әлде ол да бар. Сауатсыздығынан ба? Мен дегені бар, сауатсызы бар, тәрбиесізі бар, әдепсізі бар. Жалпы енді сен тыңдап отырсам, қазір біздің менің жұмысым, мен көше сыпыратын адам сияқты бұнда. Күздің күні құлап қалған жапырақтар бар. Менің мақсатым сол жапырақтарды сыпырып жинау. Сұхбат бағдарламасы да сондай да. Мен өзіме ол бағдарламаны түсірген кезде өзіме четко установка бердім да. Мен ол адамды жақсы көремін ба, жақсы көрмеймін ба, ол менің ғана проблемам. Әрине. Түсірілім алаңына келді ма, мен бағдарлама түсіріп жатырмын ба, мен ол адамды өзімнің қарым-қатынасымды ұмытып кетіп, оған деген 30 минут па, 40 минут па, 1 сағат па, қанша уақыт тілдесеміз, мен сол адамды сол уақытта жақсы көріп отыруым керек. Және де сол адамды, интервью беріп отырған адамды өзімнен бір емес 10 сатыға жоғары қойып отыруым керек. Себебі мен ол адамды интервьюға шақырдым. Мен ол адамды танығым келеді, мен ол адамды білгім келеді. Мұхит, сені көріп, ертеңгі журналист болам деген, Мұхит Сапарбай сияқты болам деген сенің інілерің, қарындастарың, олар Мұхиттың жолындағы кедергілерді
білу керек, және сол кедергіден қалай өткенін білу керек, және де мұхит тіпті армандамаған бір жетістікке қол жеткізгенін білу керек. Сол кезде көрермен қанаттанады. Өйткені бізде жаңа айтып отырмыз ғой, бәрі жарты жолдан тастап кетеді. Оның іздену керек екен, оны білу керек екен, оның қолың жетпей қалған жерде, болмай қалған жерде қайтадан еңсеңді көтеріп, қайтадан алға жүруді Мұхит Сапарбайдан үйрену керек. Сол үшін мен соны сұрап отырғаным сол. Бірінші сұрақ. Бүгін адамдар жұмысқа кірген кезде бірінші сұрайды. Сен маған қанша табыс төлейсің? Ол адамдар сұрамайды. Ол адамдар келген кезде айтпайды. Мен мынандай дүние жасай аламын. Менің қолымнан мынандай нәрсе келеді. Мен күні түні еңбектенуге дайынмын. Деп айтпайды. Деп ешкім айтпайды. Қанша бересің? Қанша бересің? Қанша бересің? Мынанша бересің ба? Мен мына уақыттан кейін жұмыс жасамаймын. Ал мен осы профессияға келген кезде күнде жоқ, түнде жоқ еді мен үшін. Себебі және де ақша деген дүниеде баста жоқ болды. Жалпы бұл фанатизм ғой, жұмысқа деген. Себебі 50 мың теңгеден басталған айлық мөлшері, ол кезде мен осы жерге жұмыс істеуге келем, қашан жұма болады екен, енді ғана дүйсенбі басталды, жұма қашан болады екен, мынаның барлығы қашан бітеді екен, мына бітпейтін жаңалықтар. Қайтадан ана жерде базарда өрт болды, мен неге барып түсіруім керек, басқа журналистер неге отыр, немесе басқа бір дүниелер болды, Боролдайда теракт болды, мен неге оған баруым керек, басқа журналистер отыр деген жоқпын. Мен неге бармадым деп қиналдым. Мен неге жасамадым осы дүниені. Мен қуанам, мен ауыз толтырып айтатын дүниелерім бар. Арқа керген жағдай болған кезде мен оқиға орнына жалғыз журналист бардым. Қайда? Арқан керген оқиғасы кезінде. Ешкім барған жоқ. Мен таптым, источниктер арқылы ұлттық қауіпсіздік қызметінің самолетімен бірге барып ұшып сол жерге. Мен жасадым, мен бардым. Ол мен үшін маңызды. Әрине. Ол мен үшін сол кезде маңызды болды, сондай дүниелер жасау. Енді қара, мен бір сұрақ қояйын. Ел айтады, мың көз, мың тіл, мың көзі қарасы. Сол айтып атқан әңгімелер саған қаншалықты маңызды? Көңіл аударасың ба соған? Ақталу, мен ондай емеспін деп тіпті кейде мына әлеуметтік желілерге біреуге сондай бір жаман негативті сөз жіберсе, ақталып жатады. Саған сол маңызды ма? Бұл сұраққа мен бүгін бір керемет бір майка киіп келіп едім. Осы майканы көрсете салайыншы мен. Жандарым, алтындарым, отбасыларыңызды үй жинаңыздар. Бос уақыт көп болса, әркіммен алыспай. Тіпті моншаға баршы десе. Моншаға барыңыздар, өз үйлеріңізбен айналысыңыздар. Әрине. Балаларыңыз сабақтан келген кезде қандай көңіл күймен келді, соны сұраңыз. Ата-енеңіздің жағдайын жасаңыз, жолдасыңыздың жағдайын жасаңыз. Бауырларыңызбен қарым-қатынасыңыз жөндеңіз. Егер де осы дүниенің барлығын жасап болғаннан кейін өміріңіз керемет болып кетсе, жолдасыңызбен де жағдайыңыз жақсы. Енеңіз де сізді жақсы көреді, сізден алтын келін жоқ. Балаларыңыз үшін сізден өткен ана жоқ. Бауырларыңыз арасыңызда, әулетіңізде сізден жақсы бауыр жоқ, сізден жақсы адам жоқ болса, Мұхит Сапарбаевпен алыссаңыздар болады. Жаңағы бір сөзбен айтқанда, жұрттың тырнағының астына кір іздемей өзің барып жуыншы деген келеді ғой. Өздері жарада. Ішінде жара, сыртында жара. Сол жара көрінбейді да. Неге көрінбейді? Өте дұрыс айтасың. Мына сенің әңгімеңнің мен түкпіріне қарап, ішкі дүниеңе қарап, өмірді бағалай білетінің көрініп тұр. Осы өмірді қандай жағдайдан кейін бағалай бастадың? Мысалы, жастар көбінесе тіпті уақытында бағаламайды ғой. Уақытында бағаламайтын адамдар бар. Кешегі күнін өмір сүреді, ертеңгі күннен үміт күтеді, а бүгінгі күнін бағаламайтындар да бар. Уақытын бағаламайтын бар. Денсаулығын бағаламайтын бар. Ал сен? Мен де сол адамдардың қатарында болдым. Болдың. Қандай жағдайдан кейін өмірді бағалай бастадың? Біз естігіміз келген нәрсені естиміз.
біз көргіміз келген нәрсені көреміз. Бірақ біз адамдармен қарым-қатынаста, жалпы өзімізбен қарым-қатынаста біз көп нәрсені өзіміз бағалай алмаймыз. Біз болмайтын нәрсеге ашуланамыз, болмайтын адамдармен алысамыз, болмайтын адамдармен өмір бойы тұрамыз отбасылық өмірде. Өз-өзімізді алдаймыз. Біз жалпы біздің елде двойной стандарт деген дүние бар ғой, сондай дүние өте. 200-лік па? Иә, өте көп. Сонда сенің ойыңша әрбір біздің бүгінгі Қазақстанда тұратын әрбір адам өзіне өзі 200-лікпен қарайтын болып Иә, әрине. Құрбысымен кездеседі, айтады, мен кереметпін ғой, мен ананы жасадым, мен ананы үйттім, мынаны төңкеріп келе жатырмын қазір. Сен не істеп На отырсың? самом деле ішін деген мысық тырнап жатыр да. Ешқандай да керемет емес. Күйеуімен махаббаты да жоқ. Балаларды анасын ана ретінде сыйламайды. Тек қана потребительский отношение деген бар. Қазір көбісі сондай болып кеткен. Проблемалар көп. Бірақ біз ортаға шыққан кезде бетімізді бояп, әдемі болып шығамыз. жақсы үлгілі отбасы, бізден өткен керемет адам жоқ. Төрт құбыламыз түгел сияқты кейіп танытамыз. Ал енді мен Шынайы бақыт деген нәрсені мен түсінбеген екенмін да. Ал енді енді саған келейік, ол елдер. Сен де соның қатарында болдым деп отырсың. Болдым, Иә. әрине. Ал қандай жағдайдан кейін сен бағалай бастадың? Өміріңде сондай бір қандай жағдай болды? 5 күн реанимацияда жатқан кезде, 21 күн ауруханада жатқан кезде, больницадан шығар алдында, мынандай бір оқиға менің есімде, мойнымның бәрі сым, үстімнің бәрі сым, тесілген катетерлар деген дүние. Мен жатқан бөлмеде енді аурухананың басшылығына рахмет, арнайы палата беріп, үлкен әпкем қасымда жатып, сол маған көмектесіп, орнынан тұрып, терезеге шейін баруға, сол кезде терезенің қасына келген кезде, көктем енді басталып келе жатқан наурыздың кезі. Күн шығып тұр, отандастарымыз 5 күн демалып жатыр, е? Сол кезде бір екі жігіттің больницаның қасынан өтіп бара жатқан кезде, мен үшін екеуінен артық бақытты адам болған жоқ сол мезетте. Аяқ қол сау кетіп бара жатқанын көргенде. Бұлар сол таза ауада көктемнің жүруге Аллаға рахмет, оған жүруге мүмкіндік беріп тұр. Оған еркін жүруге, еркін қыдыруға, осы таза ауамен демалуға мүмкіндік беріп тұр. Сен де кезінде солай жүрдің? Жүрдім. Бірақ оны білмедің. Иә. Реанимацияда болдың сен, иә? Сол себептен біз әрбір мезетке рахмет айтуымыз керек та. Енді мен жаңағыдай ренжіме, мүмкін саған бұл айту ауыр шығар. Мысалы сен комада жаттың дедің, е? Комада жатқан кезде адам ұйықтап кетеді ғой. Қандай бір ана дүниенің есігін ашып қайтқан есебі ғой ол, е? Не көрдің? Көрген нәрсем көп. Көрсем, мына жынданып кеткен Мұхит Сапарбаев Жеңіс Қақыбаға интервью беріп отырып, таңғажайып нәрселер айтты дейтін шығар адамдар. Жоғын сол басқа адамға сұрақ қой, үлкен сұрақ. Ауруға дейін, больницаға дейінгі адам бір бөлек адам, қазіргі адам бір бөлек адам деп ойлаймын. Себебі қазіргі адамның жүйесі берік, қазіргі адам өзін сыйламаған адамдармен алысып артынан жүрмейді. Қазіргі адам үшін басқа адамдардың көзқарасы маңызды емес. Қазіргі адам біреудің өмірімен өмір сүрмейді. Қазіргі адам кешірімді бәрін кешірімді де сұрай алады. Жарайды, енді әңгімеміз сондай біздің бір
қалай айтсам екен, лирикалық нотада болып тұр. Бірақ мен мұхиттың остроумный жігіт екенін де білемін. Өміріңде болған бір күлкілі жағдай. Сол үшін өзің ұяласың, мен қалай солай болдым деген сияқты. Енді әр адамда болады деп ойлаймын, неше түрлі жағдай, жас болдық, мас болдық деген сияқты. Енді бір керемет, бір бет моншағым салбырайтындай, бір ағаттық жасаған жоқпын дейсің ғой. Қатты бір ұялатындай, бір нәрсе бүлдіріп қойған ештеңкем жоқ деп ойлаймын. Бүлдіріп жатсам, адамдар комментарийде жазсын, не бүлдіріппін және қай жерде. Барлығы стандарт дейді ғой, барлық адамдардағыдай. Іштік те, шектік те, барлығы болды. Бірақ енді қазір іштік деген сөзді алып тастап, тек қана шектік деп, тек қана темекі ғана қалды өмірімізде. Сол. Жоқ, енді, қазір шегу понятиерестері ме? Қазір шегет десе, сигаретini ойламайды, шөп шеге ма деп ойлайды да. Жоқ. Шөп шегіп көрдің бе? Жоқ, енді шегіп көрдік қой енді. Көрдік, дәмін көрдік, түсіндік, біздікі емес. Ол дұрыс емес екен, Дұрыс емес, не дұрыс емес екенін мен білмеймін жеңіз. Жоқ, енді қараса шөп шеккен адам... Әркім үшін ол Алланың берген, сені тапсырған денесі да. Сол себептен ол... Соны қалай алып жүру сенің қолыңда? Татуировка жасап алады ма, ішіп ажалын күтпей өліп қалады ма бір жерде, немесе шашын тықырлап алып тастайды ма, ұлдан қызға айнала ма, өзі білсін адамдар. Сол себептен мен мынау дүние сіздің ағзаңызға зиянды деп мен еш нәрсені айта алмаймын. Денсаулығы бар ма, ішсін. Денсаулығы көтереді ме, шөп шеккісі келе ма, шөп шексін. Жоқ, соны шөпті шегіп алып, сосын не болса соны айтып... Бірақ зиянсыз, ортаға зиянсыз. Менің көп сұрақтарыма сен әңгімемен уже жауап беріп қойдың, негізі. Бұл енді жеңіс шоу болғандықтан, менің мақсатым әрбір адам сенің сұхбатыңнан қанаттанса екен, қиындықты жеңе білсе екен, тіпті кейде, өзің айтып отырсың ғой, кейбір әлеуметтік желіде комментариялар болады, мынау не қылып жүр деген сияқты. Немесе біреу тіпті біз сөзге шеберміз ғой, төмендетуге дайынбыз. Жаңағыдай сүрініп жатқанда ойбай ана құлап қапты деуге дайынбыз. Кішкене көрген тесікті ойбай ана жер жыртылып қапты ғой деуге сондай дайынбыз да. Жаңағыдай бір қоғамның бір жаман әңгімелері болады кейде. Осы кім осы? Не қылып жүр мынау дегенде. Сондай кезде бір қолың түсіп, мынау құрысыншы. Шықпаймын енді мен мына эфирге деген бір кездер болды ма сенде? Жоқ, әрине, жоқ. Ерегіскенде шығам мен сендерге деген. Бетке өпкелеп тонды өртеме дейді ғой қазақта. Ай, молодец, мінекей. Сондықтан сүрінуден қорықпау керек та. Адамдар сүрінуден қорықпау керек. Бала туылған кезде, енді еңбектеп, аяғына бірінші рет тұрған кезде, құлап қалған кезде, біз ересектер айтпаймыз ғой. Бұл құлап қалды, енді жүрмей ақ қойсын, жата берсін. Ол бала жата берсе қандай бала болады? Инвалид бала болады, аяғы жұмыс істемейтін. Себебі ол бір рет құлағаннан қорықты ата-анасы, және де тұрғызбай қойды. Сол сияқты ол да бір өмірдің заңдылығы да. Менің жетістікке жеткен кездерімнің барлығы ол сүрініп тұрғаннан кейін. Сүріну өте үлкен стимул береді адамға. Өте үлкен күш береді. Әрине, әрине. Сол себептен сынның өзі күш береді саған. Тоқтауға, бірінші емес 10-шы болуға, бірінші емес әзірше 100-ші болуға қорықпау керек. Менің негізі мынандай бір сұрағым болған. Өзіңнің бойыңдағы өзіңе ұнамайтын қасиет және өзгерткің келетін қасиет деп қойғым келген. Бірақ жаңағы сенің әңгімеңе қарап отырып, реанимациядан кейін өзіңнің өзгергеніңді біліп отырмын да. Мен бәрібір жауап бере салайын бұл сұраққа. Біз бір-біріміздің бойымыздан жақсы қасиет іздейтін адамдармен араласуымыз керек екен. Себебі әр адам өзінің жаман қасиеттерін біледі. Әр адам өзінің кейде әңгіме айтып қойғанын біледі.
әр адам өзінің жасап қойған бір қылықтарын біледі, жақсы біледі. Әр адам өзін жақсы біледі. Бірақ соны ұмыту үшін тек жақсы жағымен жүруіміз Сол керек. айналамызда біздің жамандығымызды тізбектеп бетімізге басатын емес, біздің позитивті жағымызды, біздің жақсылығымызды айтатын адамдармен араласқан дұрыс. Жалпы менің де принципім сол. Пендеміз ғой. Әр адамның өзінің кемшілігі бар, әр адамның өзінің қателігі бар. Бірақ мен өзім араласқан кезде адаммен сол адамның жаңағы плюс жағын іздейтінім сол. Жаңағы менің Жадыра деген сіңілім бар ғой. Сол айтады, Жеңіс әпке, сіз осы жұрттың бәрін жақсы көресіз дейді. Мен бәрін жақсы көремін. Өйткені мен жақсы жағын жақсы көремін. А жаман жағын ол өзі біледі. Айтады ғой, жақсыны жаман дей берсең дейді, бөрігі қазандай болады дейді. Ал жаман жақты айта берсең, ол жамандық өсе береді. Сондықтан да біз оның жамандығын жабу үшін жақсы жағын, жаңа өзің айтпақшы, жақсы жағын іздеуіміз керек та, сол жақсы адаммен араласуымыз керек. Өйткені біз пендеміз ғой. Бәрібір де бір жерде бірдеңені бүлдіріп қоятынымыз бар. Сол қайталанбас үшін өте жақсы. Сондықтан да екеуміз ғана дос болып жүре берейікші. Екеумізден артық адам жоқ екен деп. Бізде керемет адам жоқ. Өзіңді мен керемет журналистпін деп есептейсің ба? Керемет деп па? Керемет болуға тырысып жатырмын. Жас журналистерге не айтар едің? Интервьюдің басында айттық қой, адамның қолынан бәрі келеді деп. Бұл профессия шалқып-балқып өмір сүретін профессия емес. Біздің профессияда бізде тек қана осыны жақсы көретін, телевидениемен өмір сүре алатын, барлық нәрсеге шыдай алатын адамдар келген дұрыс. Егер де келіп сіз ақша табамын деп ойласаңыз, отандық телевидениеде ақша жоқ. Мен құсап, медиа лайф ашы болуым керек десе. Ол как минимум. Сондықтан приоритетті ақша деп қоймай, приоритетті тұлға ретінде қалыптасам, үйренем, білемін, жұмыс жасаймын, маман боламын, Шаршамау керек. ремесло аламын деп келу керек сияқты. Рахмет саған. Рахмет, Жеңіс Ысқақова, Женька. Рахмет.